Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода Toyota Alphard автокөлігін қалай оталдырған туралы көретін боласыз. Бірақ та айта кететін нәрсе, бұл көлік оталмағанын мен де білмедім, және де көліктің иесі де білмеді. Ол қалай болды? Бұл көлікті маған бір жерден екінші жерге апарып тастауға маған бір бауырымыз басқа қаладан телефон шалған болатын. Көлікті алып кетемін деп ойладым, бірақ та көлік оталмайды екен. Ол көліктің оталмайтын көліктің иесі де білмейді, мен де білмеймін. Сондықтан видеоны соңына дейін көреміз, неден болған, қандай себептер болған, және де міндетті түрде каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Так, бізде қазір көлік оталмайды. Терезе ашық, терезеде қазір істемей тұр, көтермей тұр терезесі. Стартер жоқ, зажигание ашады. Кейде ашады, кейде ашпай қаламын бірдеңе. Мінекей. Зажигание ашылды, торын басып тұрмын, бірақ ешқандай не жоқ. Көлік оталмайды. Соны қазір қарайтын боламыз. Мені предохранительдер болды негізі. Қай жолға келді білмеймін, ана көліктің бар ғой. Мына жақта сияқты кажется. Бірінші іштен тексеріп алайын бірінші. Орындықтар да жасамайды, поворотник жасамайды, фар жанбайды, фар жанып тұр, бірақ поворотниктер жасамайды. Ең алдымен көліктің предохранительдерін тексере бастадым. Соның ішінде көліктің ішкі жағында орналасқан предохранительдерді тексеріп бастадым. Онымен ішкі предохранительдерде ешқандай плюс болмады. Ескертіп кетейін, предохранительден тек қана плюс өтеді. Содан кейін көліктің капот астындағы предохранительдерді тексере бастадым. Бірден сол жерден тексеру керек екен. Не екенін түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Тексеріп көрейін. Мына жерде предохранительдер бар. Оларды тексеру керек. Мында бар. Барлығын тексеріп шығам. Оппа, мында біреу жанып кеткен екен. Жақындап тұрып отырсың ба? Қисық түсірме, ермек. Айттым саған, былай тұр деп. Мында екінші жанып кеткен. Так. Екі предохранитель жанып кеткен. Үшеу жанып кеткен. Так, мында бізде біреу, екеу. Так, мынашы. Бұл жерде бізде 3-4 предохранитель жанып кеткен екен. Қолымда артық предохранитель болмағандықтан, көліктің оталуына әсер етпейтін нәрселерден алып орындарын ауыстыруға тура келді. Ол қалай? Мысалы, магнитофон, жарық шамдары көліктің оталуына ешқандай әсер етпейді. Сол предохранительдерді алып, біздің жанып кеткен предохранительдердің орындарын ауыстырып салып көрдім. Мынау жанып кеткен предохранитель. Так, тағы да екіншісі қайсысы бізде? Түш мында. Мынау да жаңа біз жанып кеткен, да? Ермек? Так. Бізде мына запас болса, запас аламыз. Крышкада запас болу керек, не жоқ? Да, жоқ екен запасный предохранительдер. Сау предохранитель салғаннан кейін көлікті оталдырып көрдік, бірақ та ешқандай нәтиже болмады.
предохранительдерді тағы тексеріп, тағы да жанып кеткен предохранитель таптым, және де оның орындарына сол предохранитель салып ауыстырған болатынмын. Бірақ ол да ешқандай нәтиже бермеді. Содан кейін біздің предохранитель тұрған блокқа келіп тұрған проводтарын тексере бастадым. Сөйтіп бізде бір қалың проводта плюс жоқ екенін байқадым. Бірақ та ол проводта плюс тұру керек пе, болмаса минус тұру керек пе, мен оған сенімсізбін. Сөйтіп мен ол проводқа өзім қолдан, яғни аккумулятордан алып, плюс беруге бел будым. Бірақ та ескере кетейін, еш уақытта қайталанбаңыз. Қай проводта не екенін тұратын білмесеңіз, оған қолмен плюс беріп, болмаса минус беріп қажеті жоқ. Бұл жерде мен жауапкершілікті өз мойнына алған болатынмын. Жерде плюс тұру керек негізі жаңағыда. Стартердің проводы оны дейтін. Мынау стартердің проводы. Қазір енді зажигание ашып, стартерді өзіміз беріп көрейік. Бізде зажигание ашып тұр ғой. Зажигание ашып тұр. Стартерді көрейік керек. Осылай оталдырып аламыз. Мені жетіп алу керек қазір. Так, мынаны ладно, ішке салайық. Мінекей осылай көлікті біздің жалпақ тілмен айтқанда прямой оталдырып алдық. Біздің мақсатымыз көлікті оталдырып, жұмысқа жылы жерге барып, ары қарай жөнде болды. Осылай келатыр қазір. Пеш жасамайды, уроки жасамайды. Терезе ашық. Жұмысқа дейін жетіп алу керек. Сонымен достар, көлікті жұмыс орнына алып келдік. Енді жылы жерде қарайтын боламыз. Бізде айтып өткендей, біз кейбір предохранительдер жанып кеткен болды. Сосын көліктің иесі айтқандай, бізде өзінің ескі аккумуляторы, мінекей, ескі аккумуляторы ісіп кеткен деді. Тіпті замкнутый болуы мүмкін деді. Сондықтан сол информацияға орай, сол информацияны еске алып, біз әр көлікте мынандай, әсіресе жапон көліктерінде, жаңа көліктерде үлкен силовой предохранитель бар. Мынау тұрған мінекей, бұл предохранитель, үлкен предохранитель. Осын тексеретін боламыз қазір біз. Бұл предохранительдер генератор мен аккумулятордың екі ортасында тұрады. Яғни генератордан шыққан ток бізде алдымен предохранитель кетеді, содан кейін барып аккумулятор кетеді. Содан кейін барлық көліктің системасына таралатын ең сондай маңызды предохранительдердің бірі. Енді осыны қазір тексереміз. Постоянно плюс тұру керек ішінде. Постоянно плюс болу керек. Барлығында постоянно плюс болу керек. Барлығында постоянно плюс болу керек. Мінекей, бізде плюс бар. Мына жерде мінекей, бізде плюс жоқ екен. Былайша айтқанда бұл пластина ғой. Үлкен предохранительдің орнын атқарады. Мінекей, мына жерде бізде минус шығып тұр, после нагрузки. Мына жерде плюс шығып тұр. Мына жақта да мінекей қарасақ түгелдей минус тұр. Бұл предохранительдің жағы көлікке кететін жағы. Сондықтан қазір біз дейтін, мен мына жерге қазір себебін тауып қойдым. Енді көліктің иесіне мен айттым, осындай предохранитель керек деп, бұл сборы түгел ауысады, түгел алып шешу керек. Кейбір адамдар оны пайкілейді. Мүмкін егер табылмаса пайкілеп көреміз, бірақ қаншалықты надежный болатын, қаншалықты сенімді болатын, негізі пайкілемең жақсы. Дұрысына негізі ауыстырып тастаған жақсы. Қазір бізде дейтін мен мынандай уақытша оталдыруға тексеруге мынандай мен предохранительдің орнына мына жерде уақытша замокать етіп қоямын, осылай отверткамен. Мінекей қазір қарасақ, мына жерде плюс пайда болды. Демек, мында келіп тұрған плюсты мында замокать еттім, былай мінекей түгелдей қазір плюс келіп тұр. Енді де бір көліктің системасына тоқ келді.
Енді тексеріп көреміз. Көлік отала ма, оталмай ма? Кілт қолымда. Қазір біз көлікті оталдырып көреміз. Бисмилла. Егер сізде пультте осылай істемесе, бірден зажигание ашпаса, онда пульттің батарейкасы отырған деген сөз. Сондықтан ондай уақытта не істейміз? Егер батарейка болмаса сізде, кілттің өзін тигіземіз былай. Сол кезде бізде чип оқып алады. Осылай оталдырып алады. Көлік оталды. Енді бізде поворот істеген жоқ, поворот тексеріп көрейік. Поворот істеп тұр. Және стеклоподъемниктің барлықтарын істеп тұр. Оны тексеріп алдым. Мына жақта да істеп тұр. Пешімізде жасап тұр. Яғни көлікте барлық істеді. Сондықтан бізде көліктің оталмауына себеп болған нәрсе ол дейтін біздің мана айтып өткен предохранительдердің жанып кеткені. Енді бұл предохранительді біз қазір шешіп көреміз. Шешіп, егер табылса ауыстырамыз, ал табылмаса онда пәйкілеп көреміз. Бірақ та дұрысында негізі ауыстырып тастаған жөн. Я достар, көліктің егесі бізге предохранительді алып берген болатын. Салдық, барлығы жасады, көлік оталды. Және де бамперлердің барлығын жинап, көліктің егесі сапарға шығып кетті. Достар, мана көргеніңіздей сіздің мен бір проводқа өзім плюс бердім. Ол не үшін бердім, қайдан білдіңіз десеңіз, электрик болғасын бізде енді опытпен қалады, практика жүзінде қалады. Қандай проводтарда, қандай қалыңдықтарда шамамен біліп отырамыз. Сол опыт арқылы, сол практика арқылы шамамен білген болатын, қалың проводта плюс болу керек ау деген сияқты. Сондықтан өз қолыммен плюс берген болатын. Бірақ та ондайды еш уақытта қайталанбаңыз. Егер білмесеңіз, егер өз-өзіңізге сенімді болмасаңыз, ондай нәрселерді қайталанбаңыз. Бұл жерде мен жауапкершілікті өз мойнына алған болатынмын. Егер бір нәрсе жанып кеткен кезде, оны өзім алмастыратын болатын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарымызға таратайық. Достар, өте қарылым аз болып жатыр. Соған сәйкес барынша көмектесіп, видеоны таратып, чаттарға достарыңызға таратып жіберейік. Баршаға рахмет.